тұрыңдар, кешігіп жатырмыз, тұрыңдар. Аға, не болды? Неге ерте тұрып жатырмыз? 9 болды ғой сағат, қарасаңдаршы, тұрыңдар бол. Ту, Вамир, кешігіп жатсақ та осыны істеу міндет па? Әдемі, кеше мен телефонымды қайда қойған едім? Диван астын қарасай, сол жаққа түсіп кеткен шығар. Айсана, қанша уақытымыз қалды? 1 сағат 30 минут бар екен сабақтың басталуына. Онда үлгереді екенбіз ғой. Амир, неге таңғы ұйқыны бұзып сенде? Алдағы күні құтты болсын. Сен не істедің бетімізге? Ай, мам, қолым қатты ашып жатыр. Қане, көрсетші, не болды? Байқамай қалдым ғой, енді ас бөлмеге кіріп тамақтанайын деп жатқам. Шаққа кесіп алдың ба? Жоқ, сол жерде қолыма кесіп шашырап кетті, енді ашып жатыр. Соған бола сонша айғайлай ма, балам? Бүгін алдау күні, мам, сіз алдандыңыз. Тамау, той, енді мені алдау қалды, я? Я, онсыз да кей мейрамдарды бірге тойламаймыз ғой. Тым болмаса осын тойлайық та. Жаным, ботам, егер менің жұмыстан қолым босаса, мен бірге жандарында болып жүруші. Бірақ түсінесің ғой, менде жұмысым, өмірде сынақ болады. Мам, бірдеңе айтсам ұрыспайсыз ба? Алдын ала айтсаш, көреміз сосын. Мен... Ал ескертіп айтайын, мектептен қалуға болмайды. Жоқ, мам, ол емес. Мен жай ғана сіздің жұмысқа киіп баратын киіміңізді құртып қойдым. Ой, немде көрсем, жұмысқа баратын киімді құртып қойдың. Тоқта, не дейсің? Қайда ол? Міне. Анеля! Қай жері құртылған? Ежелі, бүгін алда күні ғой, сіз алдандыңыз. Той, Анеля, не істедіңдер тіпті? Бүгін күні бойы алдадыңдар ғой? Ойнап жатырмыз ғой енді. Анеля, болды. Қазір жұмысқа қаламыз. Бар, сабағыңды орында. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, аға? Уағалейкум әссәләм. Жақсы, өсіп қапсың ғой. Аға, сіз де қартайып қапсыз. Қалайсыз аға? Жақсы, өз қалдарың. Расылды көрмеңіз бе? Бұлай қарай кетті ғой. Рахмет, сіз біреуді күтіп тұрсыз ба? Иә, мамаларың шығам деген, жұмысқа апарып тастайын деген. Құр, маманы әкете бермей, балаларыңды апарып тұрсаңшы. Вообще, мен жұмысын жасамадым, не істеймін? Бола ма списать етем? Иә. Сәлеметсіз бе, ағай? Қыздар. Қалайсыз, бізді көріп қашып жатсыз ба? Жоқ ада. Сендерді осындай сүйкімді қыздарды көріп, несіне қашам? Онда бізді мектепке апарып тастай аласыз ба? Жоқ, қазір мамаларың шықса, жұмысқа баруымыз керек. Түсінікті. Негізгі машинаңыз онша емес, бізге де бір қатты ұнамады. Өй, ақын. Мама, сізді бала кезінде қорқақ болған сияқты деп айтады бізге. Ойнап айтқан шығар, бірақ та біздің папа бұзық болған соң ба, қорқақтарды бірден сезетін әдетіміз бар. Жарайды, біз кетейік сабаққа, қазір кешігеміз. Бәрі алып кетпейді екен. Сәлем, кешірші, көп тос қалдың ба? Жоқ, көп тосқаннан бұрын көп сөз естідік қой. Кімнен? Жарайды, қош. Кеттік. Иә? Кіруге бала ма? Кіре ғой. Саламатсыз ба? Сәлем. Қандап тұрмын? Мына сізге.
О, рахмет. Ненің құрметіне? Жай сізді жақсы көрген сан алып келдім. Дәмді екен. Өзің пісіріп әкелдің ба? Я, күшті ме екен? Дәмі тіл үйреді. Әдемі екен. Тағы бір ма? Я, әрине. Жақсы болды. Кешкісін шай ішкенге. Кімнен үйрендің? Мама үнемі үйрететін, сосын мен көп пісірген соң үйреніп алдым. Солай ма? Болды екен. Дәмді. Шеген. Басқаларға берсін бола ма? Маған рецептін жібересің ба? Сенікі менікінен дәмді болып шығады екен. Онда қиындығы жоқ. Негізі мен бұдан да көп қылып пісіретін едім. Солай ма? Қамыр бітіп қалды ма? Жоға үйінің айналасында құрбақа таусылып қалды. Құрбақаның не қатысы бар? Ішіндегі еті құрбақаның еті ғой. Құрбақа дейсің ба? Иә. Ойнап жатырмын, апай. Бүгін алдау күні ғой, сіз алдаңдыңыз. Ай сана, олай болмайды ғой. Сен шығармайтын жоқ. Отыр, қазір сабақ басталады. Бірақ дәмді болды екен, рахмет. Амир, бүгін біреуді алдайықта, бүгін сондай күн ғой. Кімді алдаймыз? Ойнан от шығып кетпей ме? Қатты ойнамаймыз ғой, қатты қайнап жеттік, шындықты айта саламыз, болды ғой. Не сиятсыңдар? Кімді алдаймыз деп ойлап жатырмыз. Біз соны сұрайын деп келген едік. Раушан апай, бір. Маған бір жақсы ой келіп тұр. Қанды бізге де айтыңдаршы, біз де жасайық. Қысқасы, біз қазір жасанды интеллект арқылы директордың дауысын жасаймыз. Мен түсіндім. Онда бізге де осы дауысты жіберіңдерші. Бір. Раушан апай, сіз жұмыстан шығасыз. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Саламатсыз ба? Сәлем. Раушан апай, есіме шығып кетпей тұрғанда бір нәрсе айтып жібере салайыншы? Айта ғой, не мәселе? Сізді директор ағай шақырып жатыр. Директор ағай дейсің ба? Айтқан жоқ па, не үшін екен? Нақты неге екенін айтқан жоқ, тек өте маңызды деп жатыр. Ой, қазір қолым тимей тұр еді. Заттарыңызға көмектесіп жіберейін бе? Сен сабақтарың жоқ па? Ойындамаңыз апай, сіздің сабағыңыз ғой қазір. Иә, айтпақшы, мен сендерге бүгін сабағым бар ғой. Жарайтын заттарды кітапханаға апара ғой, жарай ма? Просто бес қойып беріңіз, болды. Басқа ештеңке сұрамаймын. Пысығым-ау. Өз ақысын жібермейсің ғой, сен. Жарайды, бара ғой. Мен қазір келемін. Иә? Кешіріңіз. Шақырдыңыз ба? Иә, Раушан, кір. Сол жерде тұра бер. Раушан, қысқасы саған айтар бір жаңалығым бар. Иә, не болып қалды? Не жаңалық? Жаңалық болғанда бұлай ғой. Жұмыста қысқарту жүріп жатыр. Жас мұғалімдерді жұмыспен қамту мақсатында бұрынғы мұғалімдерді жұмыстан шығару керек. Енді мен әлі жаспын ғой. Мұғалімдердің арасында жас үлкендердің бірі сен болғандықтан сен шығаратын болып шешім қабылдап отырмыз.
қалай болғаны? Бір нәрсе қылып, енді бұрыннан бір-бірімізді танимыз ғой? Дос емеспіз бе? Доғар, білесің ғой, жұмыста достық қарым-қатынас болмайтынын. Енді қаншама түлектерді шығардым. Қаншама балалар қолымнан өтті. Бұлай болмайды ғой. Қайдағы түлеп ұшу, сен бастауыш сыныпқа бермейсің бе? Енді дұрыс қой. Бастауыш сыныптарды ұшырмаймыз ба? Қысқасы бұл нақты шешім. Сол үшін дереу арада заттарыңды жинап, орныңды босат. Жақсы. Қысқасы өзі өркемен кет дейсіз ғой, иә? Ол қағазы ертең дайын болады. Бүгін заттарын жинастыра бер. Болмайды ғой олай. Жақсы. Апай, жарайды енді, сіз секілді мықты маман жұмыссыз қалады деп ойламаймын. Соны айтамын, апай, неге ойымдайсыз? Осыдан қараңыз, сізді қайта шақырып алатын болады. Ал мен олай ойламаймын. Маған бір сөзбен айтқанда жұмыстан шық деп айтты. Сізді енді қимай отырмыз, сіз секілді күшті мұғалім келем екен. Ай, жандарым-ау. Маған сіз ғана оласыз. Мүмкін тағы бөле сөйлесіп көрерсіз. Жоқ, мен сөйлеспеймін. Мені жұмыстан шығарып жіберді. Енді сіз сияқты мамам бізге кере жоқ деді. Мен кеттім. Қыздар, сендер ең бастысы сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Жарай ма? Жаңадан ауысып келген мұғалімнің алдында мені ұятқа қалдырмаңдар. Келістік пе? Ой, апай, ойындамаңызшы, бәрі жақсы болады. Сізді қашан ұятқа қалдырған едік? Жарайды, қыздар. Сау болыңдар. Қалай ойлайсың, шынымен шығарып жібердің ке? Маманың келетін уақыты болып қалды, не істейміз? Барлығын жинауға үлгермейміз ғой. Шас. О, Эврика, давай мамаларды алдай салайық. Қалай алдаймыз? Давай ұры түсті деп айтайық. Негізі жақсы ой, қазір онда қорқып отырған түр жасайық. Иә, солай. О, қайта дұрыс болған. Немене үйді бастарына көтергенсіңдер? Мама үйге ұры түсті, біз қорқып кеттік. А, кім? Қайда? Өздерің амансыңдар ма? Қазір. Жақсы ма? Мама, біз ойнап айттық. Ойнадыңдар ма? Шыдамның да шегі бар. Азанда істегендерін анау. Балалар не болды сендерге тіпті? Кешіріңізші, мам. Так, балалар отыра тұрыңдар. Мен қазір үстіне барып тексеріп келейін. Дарын! Үйдің бәрін қарап шықтым. Қызық екен, ештеңе алмаған. Барлық заттар орнында. Дарын, балалар ойнап жасапты. Пранк дейді. Жақсы, онда астыға түсейік жүр.
Қабая қатты ауырып жатыр ғой. Иә, байқұсай қатты қиналып қалды ғой. Болды, бала ауырып жатыр, мазала бермей шығындар. Мен де ауырып қалайын ба? Қайдаған жоқты айтпай жүр. Алло, Дарын. Мен алып кете аласың ба? Мен дайын отырмын. Ой, Перизат, ренжімеш. Ауырып тұр едім. Бүгін жұмысқа да бара алмаймын. Жарайды, өзім барам, жақсы. Не болды, срочно шақырдың ғой. Бір үйге ұрлыққа түсу керек. Тоқташ! Зонадан шыққаннан кейін ондай тірлікті қойғаныңды білесің ғой. Болды, мазаламыш. 2 миллион. Айта бер. Бір байғатының үйіне ұрлыққа түсу керек болып тұр. Сосын? Үйінде керекті бір құжаттар бар еді, соны алып шығу керек. Ары қарай? Короче, соны күйеумен бірге жұмыс жасаймын. Соған акцияларын бәрін сатып жібергем. Сол акциялар бір күнде қымбаттап кеткен ғой. Енді сол құжаттарды алып шығу керек. Өзің бара салмайсың. Мен танып қояды, мен көр қойса бәрі бітті ғой. Бәрі дайын, уайымдамаш, бәрі дайын, бәрін ыңғайлап қойдым. Барамыз, аламыз, болды. 2 миллионды наличка бересің. Жартысын қазір берейін, жартысын іс біткенде. Бірақ байқа алдындағыдай болып кетіп жүрміз. Жоқ, уайымдама, бәрі дайын деймін. Келсесің бе? Давай сол жерді барып көрейік. Кеттік. Кеттік. Айсана. Хай. Башсызсың мұнда. Неғып келіп алдың мұнда? Сендердің столдар ыңғайлы. Қандай сабақ қазір? Сәлемет пе балалар? Сіз сәлеметсіз бе, апай? Қайдан жүрсіз, апай? Бір затымды ұмытып кеттім. Соны алып кетуге келдім. Тағы да сіз жүрсің қайғырып тұрмын. Жоқ, өздерің ойлаңдаршы. Соншама жыл жұмыс жасайсың. Айтқан рахметтер осы ма? Қатты қайғыра бермеңіз, апай. Бір мәнісі болар. Маған біреу қастандық жасады. Апам айтып еді, саған көз тиді деп. Сенбеп едім. Кім де болса, жолы болмай қалсын. Ойбай, апай, олай қатты айтпаңыз, енді біреу ойнаған шығар. Соны айтам, адам тағдыры. Ойыншық па саған? Мен де соны айттым. Жақсы, мен кеттім. Алло? Кешегі айтқан шабуын. Заттарымды жинап жатырмын. Қайдағы заттар мен сізге реттелген құжаттарды. Жұмыстан шығарып, енді өз тірлігіңізді айтып жатсыз ба маған? Жұмыстан шығарып, мен ештеңе айтқан жоқпын сізге. Мыналар апай, менің түк қатысым жоқ. Менің тек құрбақаға не? Апай, кешіріңізші, кеше алдау күні болды ғой. Осылай алдай ма екен адамды? Жүр алдыға шық. Директордың кабинетіне барасың. Апай келген кезде жақсыла бір қорқатын болдық қой. Директордың дауысы күшті болды ғой. Саламатсыз апай. Жағдайын, қалайсыз жағдайын, денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Сендер екенсіңдер ғой, бәрін бүлдіріп жүрген, а? Апай, кеше алдау күні болды ғой, бір жолға кешіріңізші. Кешірмейм. Үшеуің де директорге барасыңдар. Жүріңдер. Апай,
Қалғанын жасаймыз, апай, өтініш. Е, апай, не айтсаңыз да орындаймыз. Не айтсам да орындайсыңдар ма? Иә. Уәде ме? Иә. Жарайды. Ойланып көрейін. Жүріңдер. Түнде келу керек еді. Күндіз бір өмірі көріп қой жүрмес. Олар түнде үйде. Қазір ешкім жоқ. Құжатты аламыз да кетеміз. Алло, мам. Егер олар тұрып жатыр, мам, не істейін? Жоқ, мам. Мам, олар екеуін не істейін? Не болды? Үйде біреу бар. Басқа күні келеміз. Ешкім жоқ деп едім. Сен қайдан білейін? Тез кет. Жарайды, иә. Я Мақсат мырза, тыңдап тұрмын. Я бір 2-3 сағаттың ішінде бітеді. Уайымдамаңыз. Уақытымен жұмыс бітеді. Мен бірнеше күн жұмыс етіп. Мақсат мырза, мені білесіз ғой. Бәрі дайын болады. Жақсы. Күніңіз жақсы өтсін. Сау болыңыз. Не, балалар? Тағы да алып келдім. Тездетіңдер. Қас келем. Бұдан кейін алда көнде бірдеңе істесем қолым түсіп қалсын. Ой, бұл қолым түсіп қалатын болды ау. Тыныш отыршы, бәрі сендердің кесірлерің. Соны айтам. Ойбай, не мен сендердің қолдарыңа телефон беріп бар алдаңдар деп айттым ба? Сендер басамасаңдар, біз білмедін едік қой. Мама, кімге тартқандай бәрі қор болғансың ей? Бүгін мам барлығын жинап үлгермейміз ғой. Егер осылай отыра берсек, вообще өтпейміз. Одан да тездетейік. Балалар, не тағы да? Алыңдар. Апай, бұл құлдық қой, білесіз бе? Мен сендерге қалағандарыңды істеңдер деген жоқпын ғой. Тездетіңдер, болыңдар. Біз мұнаның бәрін бүгін бітпейтін секілдіміз. Одан да кетіп қалайық. Жақсы идея. Чозорлар, қандай вообще олар? Білмеймін, көрген жоқ, маскада болған. Туф, Амир, сен де. Балалар, қалайсыңдар? Амир, ұрылар қайда? Кетіп қалды. Жақын маңда жүрем. Сен хабарласқан соң дереу келдім. Рахмет, Амир ұрылар кет қалды дейді. Ұрылар? Қайда ұрылар? Амир, шынымды айт, ұрылар болды ма, болған жоқ па? Кешегідей әзілдеп тұрған жоқсың ба? Жоғаға ойнап нем бар, болды. Балама, ола ойнауға болмайды ғой. Жұмыстан сұранып отырып келдік қой. Ту, балам, мен жұмыстан қалдым ғой сен үшін. Шынымен, Амир, неге олай жасайсың? Жүрегіміз шошып кетті ғой. Амир, олай болмайды. Рас олар болды дейм. Келді олар. Ауырғаннан кейін көзіне елестеген ғой. Сіз қайдан білесіз ауырып жатқанын? Енді үйде болған соң, значит, ауырып жатыр да. Жүр, Амир, тыныштал. Рас олар болды. Ай, ойын деп еркелеп алған. Жарайды енді, балалар ғой, түк өтпейді. Жұмыстан сұранып отырып келдім ғой. Айтпақшы, сен ауырып жатыр едің ғой. Иә, таңертең ауырып жатқым. Содан таза ауа жұтайын деп серуендеуге шыққам ғой. Ертең корпоративқа барасың ба? Әрине, мен премия алмаймын ба? Балаларды қайтесің? Балаларды әжесі звондап қойған, өздері алып кетеді. Дұрыс. Жарайды, онда мен жүрейін. Жақсы, рахмет. Жақсы. Жақсы жүрсі. Ай, жаман шаршадым.
тұрыңдар. Мен сендерге бірдеңе айтуым керек. Қойшы аға, ұры келсе, мен тұрмайым бәрібір. Вот именно, үйге ұры түсті. Қойшы Амир, не болды? Қанша мен рет айттым ғой. Алдау күні кеше бітті, болды. Итак, сол алдау күнінің зардабын шегіп жатырмыз. Ешкімді алдауға шамамыз жоқ. Енді біреуді алдасам түсін түсіп қалсын. Сен түсін онсыз да түсіп жүр ғой. Ей бір, мені жақсылап тыңдаңдар. Ойнап тұрған адамға ұқсайын ба? Жоқ, кішкентай бала көресіңдер ме? Аға, шуланба, не болды сонша? Үйге ұры түсті, мен көрдім, олар қайтып келеді. Қуама ол ұрылары қайтып келіп. Өйткені оларға нақты бірдеңе керек. Түсінікті ма? Ал енді сендер маған үйді қорғауға көмектесесіңдер. Қалай сонда? Один дома боламыз ба? Қалай болатынын білмеймін, бірақ бізге ертең сабақтан қалып жоспар құру керек. Амир, не істесек те ертең істейікші, қазір тұруға әлім жоқ. Жарайды, ұйықтаңдар. Балалар сабаққа дайынсыңдар ма? Иә. Точно ма? Не ғой, мам, бүгін ауырып тұрған жақтың ше. Менде қазір жарты сағаттан кейін ауырамау. Қайда жоқты айтпаңдар, барасыңдар бәрін. Бір сылтау берсең осы. Так, мен көйлегімді алдым. Жиналыңдар қанеке тез. Ай, не істесем болады? Так, мен балаларды қайтем, а? Так, мам, звондаймын дедім ғой жаңа. Алло, мам. Қалайсыздар? Мам, балаларды әкеп сайым, е? Мам, алдында айттым ғой. Мам, мен не істеймін оларды? Дай, не істеймін сендерді? Ой, мам, кішкентай емес ғой, қарасаңшы маған. Соны мамам, біз өстік, бара беріңіз. Қарасаңшы, мен жандарым өз қыпты ғой бұталарым. Иә, біз өзіміз отыра береміз. Жақсы ма? Сенем онда. Үй сендерге аманат, жақсы ма? Иә. Короче, мен план құрдым. Ол мынандай. Что там, қазір кіреміз бе? Иә, сен кіресің қазір. Сен кірмейсің бе не? Кірем, короче. Перизат корпоративте. Иә. Балалар әжесінің үйінде, үйде ешкім жоқ. Ешқандай проблема болмайды. Мен біраздан кейін келем. Корпоративке, а то күдікті болады. Ешқандай проблема шықпайды ғой, е? Ешқандай проблема жоқ деймін. Кіресің, аласың болды. Бірақ сен тезірек кел, жарай ма? Иә. Давай, жолың болсын.
болды? Алло, мам. Үйдері дейміз. Срочно. Маңызды шарада жүріп мазалай бермеңдерші. Қызым, сендерге айттым ғой, бүгін мен премия алып жатырмын. Ой, я келші. Мама, біз ұрын ұстадық, тез келіңізші, срочно мына жерде қашайын деп жатыр. Болды. Қалжыңдасқандардың жетеді. Қырсық. Айсан, абайла, ұстап алмасын. Не болды? Балалар ғой. Тағы да ұры түсті деп алдап жатыр. Олар қайда? Әжелерінің үйіне барған жоқ па? Жоқ, олар үйде өздері қалды. Мүмкін өзім барып келем үйге. Жоқ. Сен үшін бүгін ерекше күн. Саған кетуге болмайды. Қатты уайымдасаң, мен барып келейін. Жарай ма? Сен қазір ішке кір, мен барған соң саған хабарын айтамын. Жақсы ма? Рахмет. Назарбай, не істедің? Дай. Кет! Дарын аға, біз ұрын ұстадық. Дарын аға, біздің үйімізде мына ұры жүр. Бізге көмекке келдіңіз бе? Мама жіберді ма? Иә, мамаларың жіберді. Міне, мұнан ұстап алыңыз. Ай, тамаша. Қане. Керемет жұмыс бопты. Мә, балалар, менің досымды неге соғышым ұрып тастағасыңдар? Дейту. Тұшы. Қайда жүрсің, а? Сен де бір балалардан таяқ жеп. Бала емес, бәле болар. Тұр, кет, ұста. Ұста. Не істейміз енді? Дарын ағадан ондайды күтпедім мен. Мен сендерге айттым ғой, сенбейсіңдер. Сен бізге сақын Дарын аға деп айттың ба? Енді не істейміз? План Б-да. Я, план Б-ға көшкеніміз қандай жақсы болды. Кеттік па? Я. Сендер шыға беріңдер, мен қазір келемін. Мама керек болады. Балақай, таста. Анда ойыншық емес. Тоқтаңдар, әйтпесе атам. Әкел бер. Оқтадың ба? Ендеше ат. Ат. Мұнда не болған? Перизат. Амир. Ұстадық. Амир, бол. Ұрын ұстадық. Перизат, қорқып қалған ғой. Тапаншаны әкел. Жоқ, бермейміз, мама отыр. Ал енді балалардың қасына барып отыр. Тез. Мекена, бұл. Отыр. Перизат. Не деген аңқау едің? Ұятсыз, бетсіз. Мен саған қалай сеніп жүрмін? Сенбе, жұртқа тұрса да қанша мақтап. Тонап абайдың өлеңін айтпайтын шығарсың. Сендерді соттатам, түсіндір ма? Перизат, білесің бе? Осы қағаздар үшін мен қаншама жүгірдім. Мен саған алмас бәрін тапсырып кетті деп ойладым.
Саған ештеңе айтпапты. Значит, саған сен. Бұл жерде миллион, миллиард. Баймыз өлі. Біз енді баймыз. Перизат, саған рахмет. Барлығын өз қолымен алып келдің. Ну, почти. Неменесіне бедірейіп қарап тұрсың, а? Сен алмай тұрмын. Дарын қалайша? Мен сізге айттым ғой, үйге ұры түсті. Акцияңыз деді. Сен акция деп айтқан жоқсың ғой. Сіз сенбейт едіңіз. Жарайды енді. Арты жақсы бітті. Мам, кешіріңізші, біз кеше өтірік айтқанымыздың кесірінен сен өте қиын болып қалды. Бір өтіріктің кесірінен қаншама адам зардап шекті. Ой, оның ішінде мен де барым. Айтпақшы, менің құжаттарым қайда? Қандай қағаз, апай? Сендер менің қағаздарымды бір 2-3 алып кеттіңдер ғой. Солар қайда? Олар ма сыныпта қалып кетті. Сыныпта қалып кетті? Мен оларды іздеп жүрмін ғой. Қалайша? Енді құжаттарға сәл тиянақты болыңдар деп едім ғой мен сендерге. Адам сондай бола ма екен? Айтпақшы, сізге көп-көп рахмет. Сіз болмасаңыз, бүкіл семьямен қырып кетсе де ешкім білмей қала ма? Ой. Алла сақтасын. Айтпаңыз олай. Балалар негізі керемет. Солай ғой балалар? Иә. Кеше басқаша айтып едіңіз ғой күліп. Қалжыңдадым, Ботақан. Айтамын да, біздің папа ойлап бізді артымыздан бірдеңке тастап кетті ғой. Иә, бізді көріп мақтан тұтып жатқан шығар. Балалар, бұдан кейін әр алдаудың орны бар екенін түсінетін боласыңдар. Ешқашан денсаулық пен қауіпсіздік туралы өтірік айтпауларына қалаймын, жарай ма? Жарайды. Жарайсыңдар балалар. Мынау тұсқа. Содан кейін мына жерге орнатсақ болады. Аха, жақсы келістім. Маған да керек осы еді. Бұның бір ғажабы, қаланың кез келген нүктесінен үйіңізді бақылай аласыз. Жақсы екен. Бағасы қанша болады? Енді жарайды, сізге жеңілдікпен 650 000 теңге. Келістік пе? Жақсы келістім. Келіссеңіз, онда ертең сағат 11-де біз осы жерге келіп барлығын орнатып береміз. Жақсы ма? Жақсы. Сау болыңыз. Рахмет. Қандай кино көреміз? Иә, содан. Мам, неге қойып жатсыз? Жоқ, әрине. Байып кеткен киім ба? Жоқ. Менің байлығым сендерсіңдер ғой. Сендерді қорғау үшін, балапандар. Енді бірдеңе бүлдірсен ақта алмайсың десей? Міне, көрдіңіз бе, мам, кім бәрін бүлдіреді? Жарайды, тентек болған емес, сақтықта қорлық жоқ. Тек сендер аман болсаңдар болды. Жандарым өтіш. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.